Сәлем достар, біздің бүкіл тарихымызда пайғамбарлар мен философтар егер адам Құдайға сенуін қойса, заңдылық пен тәртіп атаулы өзгереді деп, яғни ақыр заман болады деп топшылады. Ал қазір ең зор қауіп Құдайға сенбейтіндерден емес, Құдайға сенетіндерден төніп тұр. Құдайдан қорқатын Сирия, Құдайдан қорқпайтын зайырлы Нидерландыға қарағанда әлдеқайда қауіпті жер. Бірақ мынадай сұрақ туады. Ешқандай ғарыштық жоспар болмаса, табиғатта мақсат болмаса, Құдайдан қорықпасақ, әлеуметтік күйре болмасына кім кепіл? Осылай ойлауыңыз мүмкін. Ал сіз мағынасыз және заңсыз өмірді айырбастаған жаңа дін пайда болған білесіз бе? Ол дін гуманизм. Гуманизмдік дінде осы кезге дейін христиан мен исламдағы құдайлардың рөлін, даотизм мен буддизмдегі табиғаттың рөлін адамдардың өздері алып алған. Осы кезге дейінгі кез келген діндер адам өміріне мағына дарытуға тырысса, гуманизм рөлдерді ауыстырып тастады. Енді керісінше, адамдар тәжірибе жасау арқылы тек ішкі өмірлерін ғана емес, тұтас ғаламға әсер етуге тырысып жатыр. Гуманизмнің негізгі революциясы Құдайға деген сенімді жою емес, адамға деген сенімді туғызу. Бұл жолда ғасырлар бойы тер төгіліп келді. Ата-бабаларымыз адамның жақсылықтан жамандықты, сұлулықтан ұсқынсыздықты, дұрыстан бұрысты айыра алмаймыз деп сеніп келді. Ақиқат пен жалғанды Құдай ғана ажыратып бере алады деп ойлады. Жоғарыдан біреу бақыламаса, адам ақиқатты түсінбей адасу мүмкін деп ойлады. Бұған қоса, адам өлу үшін жаралған, сондықтан олардың пікірлері мен сезімдері еленуі мүмкін емес. Бұл көзқарас Құдай мағынаның ғана бастауы емес, Құдай барлық биліктің бастауы деген түсінікке алып келді. Жақсы немесе жаман, дұрыс немесе бұрыс, сұлу немесе ұсқынсыз дегенді нені қалай ойлау немесе нені қалай істеу керек екенін Құдай айту керек деп түсінді. Ал бұл сұрақтарға гуманизм мардымды жауап бере алды. Яғни, әрбір мағынаның бастауы өзіміз. Адам еркі бәрінен жоғары деп санайды. Ненің не екен әлдебір жоғары күш түсіндіру бұл қате пікір. Өз сезімдерімізбен қалауларымызды тыңдауымыз керек деп түсіндірді. Ізденетін жанға ұсынатын Жан-Жак Руссоның сезімдер Библиясы атанып кеткен Эмиль атты кітабы бар, соны оқып шығыңыздар. Содан мынандай үзінді бар. Жүрегімнің түбінен табиғат өзі ештеңеге өшіре алмайтындай етіп жазған әріптерден таптым. Не істеуім керек дегенде мен тек өзімнен ақыл сұрауым керек. Нені жақсы деп ойласам, сол жақсы. Нені жаман деп білсем, сол жаман дейді. Бүгінде қателесіп, күнә жасап жүрмін деп ойлап жүрген адамдар бұрынғы замандағыда священникке немесе имамға бармайды. Киелі кітаптарға да сүйенбейді. Сезімдеріме түсініксіз болса, ең жақын досын шақырып алып сырласады, сырын айтады, болмаса психотерапевтке барады. Психотерапевттің не жақсы немесе нені жаман деп анықтайтын киелі кітабы жоқ. Ол сізге арсыз, сұмдық күнә жасағансыз деп айтпайды. Ол сізге жай ғана өзіңіз осы нәрсе туралы не ойлайтын едіңіз деп қайтады. Психотерапевт бір адамның тағдырына әсер ете алатын білгендіктен, ертегілер мен шежірелерге толы киелі деп санайтын бір кітапқа арқа сүймейді. Оның кітапта сөйлесінде Фрейд пен Юнгтың еңбектері, психикалық аурулар туралы жүздеген кітаптар тұрады. Бұрын діншілдер Құдайдың бұйрығы деп жақсылық не жамандықты біз үшін ажыратып беретін. Ал бүгінде психотерапевт өз ішкі сезімдерімізбен байланыс орнату арқылы ғана көмектеседі. Гуманизм идеясы бойынша біреуді жаман сезінуге себеп болған нәрсе ғана дұрыс емес деп үйретеді. Тек бір Құдай өлтірме деп әмір еткендіктен емес, өлген адамның туыстары, достары, жақындары азап шегетіндіктен өлтіруге болмайды. Ұрлық жасау жаман іс, бірақ киелі кітаптарда ұрлама дегендіктен емес, мүлкінен айырылған адам жайсыз сезімде болатындықтан. Гуманизмнің принципі, егер кез келген әрекет ешкімді жайсыз сезімге қалдырмаса, оның ешқандай сөгеттігі жоқ. Мысалға, киелі кітап санап жүрген мәтіндерде Құдай адамның бейнесін салмаңдар деп бұйырды. Бірақ
сол салған суреттің ешкімге зияны тимесе, мұнда тұрған қандай жамандық болуы мүмкін? Сонымен қатар гуманизм әлеуметтік және саяси процестерге де мағына дарытты. Елді кім басқару керек, сыртқы саясатты қалай жүргізу қажет және экономикада қандай шешімдер қабылдау керек дегенде біз жауапты киелі кітаптардан іздемейміз. Қазір көп елдерде демократиялық сайлау өткізіп, жеке адамның еркін таңдауын құрметтейді. Ал орта ғасырларда мұны барып тұрған ақымақтық деп санар еді. Надан қара халықтың саяси еркін пікірін елеу тым күмәнді нәрсе болып көрінген. Мысалы, кез келген патшаны таққа отырғызған кезде бұл халықтың таңдауы деген жоқ, бұл Құдайдың қалауы деп түсінді. Саяси билік көктен түседі, қарапайым пенделердің қалауына туған жоқ деп түсінді. Сонымен қатар қолөнер саласында да барлығын жоғары күшке апарып тіреп қойды. Өнер адамы ішкі сезімдермен емес, жоғары күштерден шабыт алады деп сенді. Керемет поэма дүниеге келсе, ақынға алғыс айтпайды, поэманы жазған Құдай деп түсінеді. Мұндай көзқарастың заманы өтті. Қазір гуманистер кез келген өнердің бастауы адам сезімдер деп санайды. Заманауи өнер адамдары Құдайды емес, өздерінің сезімдерін тыңдауға тырысады. Гуманизмнің этикадағы ұраны ұнайма солай есте, саясаттағы ұраны сайлаушы өзі біледі, эстетикада сұлулық сұқтанғанның жанарында. Гуманистік идеялар білім беру жүйесінде төңкеріс жасады. Бұрын білім берудің мақсаты мойынсынуға, киелі кітаптар жаттауға, ескі көне дәстүрлерді зерттеуге мойынсынуға болатын болса, ал қазір гуманистік білімде олай емес. Сол кездегі, мысалы, ұстаздардың шәкіртіне сұрақ мынадай болуы мүмкін. Бұған деген Мұхаммедтің немесе Аристотельдің немесе Исаның жауабы қалай болатын еді деген сияқты. Ал гуманистік білім студенттерге өзінше ойлауды үйретеді. Саясат, өнер немесе экономика туралы болсын, Аристотель, Мұхаммед, Иса немесе не айтқан деп емес, сіз ол туралы не ойлайтыныңыз деп сұрақ қояды. Мағына мен билік енді Құдайдан алшақтап, адамдардың ішкі сезіміне тәуелді болып қалды. Гуманистік қоғамда құдайлар мен перілердің, киелі кітаптардың ешқандай күші қалған жоқ. Керісінше, өзіміздің ішкі әлеміміз шексіз әрі терең әрі бай болып шықты. Періштелер мен жындар, жұмақ пен тозақ жай ғана адамның қиялының жемісі екенін біліп қойдық. Қысқасы, Ницше айтқандай, Құдай өлді деп нүктесін гуманизм қойды. Қазіргі қоғамда біреу Құдай бар десе, біреу жоқ дейді. Бірақ бұдан ештеңе өзгермейді. Себебі Құдай абстрактылы идеяға айналды. Орта ғасырларда Құдайсыз ешқандай саяси, моральдық мәселе шешілмейтін. Ол кездегі адамдар Құдайдың қатысуынсыз ненің жақсы, ненің жаман, ненің дұрыс немесе ненің бұрыс екенін, немесе ненің сұлу екенін анықтай алмайтын. Ал гуманизмде Құдайдың бар немесе жоқ екені адамның ішкі сезімі анықтап береді. Егер ішкі сезіміңіз Құдай бар екенін сезсе, ендеше бар. Егер ішкі сезіміңіз Құдай бар екенін сезінуді қойса, демек ол жоқ. Гуманды адамдар үшін ең басты өздерінің сезімдері. Гуманды ойға сәйкес өмір біртіндеп жүретін ішкі өзгеріс процесі. Осы процесс кезінде біз тәжірибелер арқылы надандықтан арыламыз. Қазіргі білім беру жүйесінің негізін қалаушылардың бірі Вильгельм фон Гумбольдттың 19 ғасырдың басында былай деген сөзі болған. Тіршіліктің мақсаты өмірден мүмкіндігінше мол тәжірибе алып, оны даналыққа айналдыру. Өмірде жалғыз асқақтық бар дейді. Ол адамға тән нәрсенің бәрін сезіммен өлшеу дейді. Гуманизмнің ұраны осы деуге де болады. Гуманизм сонымен қатар соғыс деген көзқарасты да жойған, өзгерткен көзқарастардың біреуі. Ғасырлар бойы қай соғыс әділетті деген сұраққа жауап алу үшін адамдар Құдайға, киелі кітаптарға немесе корольдерге жүгінетін. Қатардағы сарбаздардың немесе қарапайым азаматтардың пікірі ешкімді қызықтырмайтын. Гомер, Шекспир сияқты авторлар император немесе қолбасшыларды ерлігін ғана суреттейтін. Қарапайым сарбаздар тау-тау үйілген денелер немесе аттанып келе жатқан тобыр кейпінде ғана суреттелетін. Мыңдаған жыл бойы адамзат соғыстан әуелі Құдай, император, қолбасшы
және ұлы қаһармандар да ғана көп келді. Тек соңғы ғасырда құдайлар мен корольдер шетке ығыстырылып, алдыңғы қатарға қарапайым сарбаздардың ішкі жан дүниесі суреттеле бастады. Суретшілердің өздері арғымақ мінген батырды суреттегісі келген жоқ. Олар да қарапайым сарбаздың сезімін суреттей білді. Қай жерде болса да соғыс бәрібір тозақ болып саналады. Соғысты түсінгісі келген адам бәрібір төбесінде тұрған қолбасшыға, көктегі періштелерге де қараудың керегі жоқ. Қатардағы қарапайым сарбаздардың көзіне қарасаңыз болды. Соғыстың не екенін түсінетін боласыз. Орта ғасырларда соғысқан сарбаз өкінбеуі мүмкін, себебі ол уақытта құдайдың атымен соғысу немесе жұмаққа бару үшін соғысу деген сияқты түсініктер болды. Ал гуманды сарбаздар, мен азап шегіп жүрмін, бұл өте жаман, ендеше барлық соғыс жаман деп ойлайды. Кайзер немесе дінбасылар соғысты қолдаса, олардікі дұрыс емес деп пайымдайтын еді. Бұл гуманды сарбаздардың ойы. Технологиялар көбінесе біздің діни көзқарастарымызға шек қойып отырды. Жаңа технологиялар ескі құдайларды өлтіріп, жаңа құдайларды дүниеге алып келді. Байқағанымыздай, адамзат орта ғасырдағы құдайларды қайтарғысы келіп жатыр. 21 ғасыр технологиясы оған дейін жаңа діни ағымдарды дүниеге әкелуі мүмкін. Ислам фундаменталистері барлық жауап исламда деп қанша жерден айтса да, ғылым мен жаңа технологиялардан байланысын үзіп алған. Қазіргі ғылым туралы мүлдем түсінгісі келмейді. Мысалға алсақ, когнитивті міндеттердің көпшілігін шешуде жасанды интеллект адамнан озып кетсе, еңбек нарығы қандай өзгеріске ұшырайды? Экономикаға пайдасыз болып қалатын адамдардың мәселесі. Нанотехнологиялар арқасында 80 жастағы адам 50 жастағы адам сияқты болған кезде адам қарым-қатынастары, зейнетақы қалай шешіледі? Биотехнологиялар сен қалағандай бала туғызуға жол ашса. Бұл сұрақтардың ешқайсысына жауапты Құраннан немесе шариғаттан, я болмаса Библия мен Конфуций шығармаларынан таба алмайсың. Өйткені орта ғасырларда араб түбі немесе Қытай тұрғындары компьютер немесе генетика немесе нанотехнология туралы білген жоқ. Ислам идеологиясы өз ортасына туып өскен адамдарды қызықтыруы мүмкін, бірақ жұмыссыз америкалықтар мен Қытай миллиардерлерінің ешқайсының ұсына алатын ұсыныстары жоқ. Мойындау керек, исламды, христиандық пен индуизмді жүздеген миллион адам ұстанады. Алайда тарихты цифр өздігінен өзгертпейді. Тарихты өткенді аңсайтын қалың адамдар тобы емес, алдағыны алыстан болжап көре білетін, жаңаша ойлай алатын азғантай топ адамдар ғана жасайды. Әлемде зауыттар, темір жолдар мен пароходтар көбейіп жатқанда, жүздеген миллион адам әлі де веддаларға, Библияға, Құранға, басқа да діни догмаларға сенумен келе жатыр. Дегенмен көбіміз 19 ғасырда дін ғасыр деп атаймыз, бірақ қателесеміз. 19 ғасыр көрікпелдері Иисуста, Мұхаммедте, Хун мен Мәдіде емес, Маркс, Энгельс пен Ленин. Егер сіз ұлттық денсаулық сақтау қызметін, зейнетақы қорларын және тегін мектептерді құнды деп санасаңыз, Мәді, Мұхаммед немесе Исаға емес, Маркс пен Ленинге рахмет айтуыңыз керек. Неге дін данышпандары жеңіске ұшырап, Маркс пен Ленин жеңіп кетті? Себебі Маркс пен Ленин уақыттың көне мәтіндері мен пайғамбарлық өсиеттерді зерттеуге емес, сол заманның технологиясын, экономикалық ақиқаттарын түсінуге арнады. Маркске дейінгі адамдар өздерінің кім екендігін және өзгелердің айырмашылығын қандай екенін өндіріс әдістері арқылы емес, Құдай туралы көзқарастары бойынша анықтаған. Маркстен кейінгілер рух пен о дүние туралы әңгімелердің күшін жоғалтты да, технологиялар мен экономикалар жайлы әңгімелерді өрбіте бастады. Арғы өмірмен Құдай жайлы талқылап жүрген Судан, Үндістан сияқты елдер озық елдерге бодан болды. Ал 21 ғасырдың қарқыны коммунизмдік технологиялар жете алмады. Себебі коммунизм фанаттары Маркс пен Ленин қалыптастырған идеяларға жабысып алды. Ал 21 ғасыр компьютерлер мен биотехнологиялардың дәуірі. Оған тек либералдар ғана ілесіп кетті. Енді Маркс тіріліп келсе, ол кел деп санайтын пайғамбарлар кітабында немесе өзінің капиталында емес, интернет пен адам геномы туралы зерттеуге уақыт бөліңдер деп айтатыны сөзсіз. Бүгінде аталмыш дәстүрлі діндер жаңалық әкелуші күш емес.
тек реакция білдіруші. Олар ешқандай жаңа технология немесе жаңа экономикалық әдістер өндірумен айналыспайды, тек өткенін қорғаштаумен ғана отырады. Христиан мен ислам тағы да басқа дәстүрлі діндер ғылым ұсынып жатқан технологияларды, әдістер мен идеяларды қабылдай алмай, азап шегумен ғана жүр. Мысалы, биологтар бала көтертпейтін дәрі ойлап табады, діндарлар не айтарын білмейді. Айтишниктер интернет дамытады, діндарлар оған кіруіне бола ма, болмай ма деп талқылайды, әңгіме таластырады. Феминистер әйелдерге өзінің өзі қожа бола алады деп айтады, ал діндарлар оларға қалай қарсы тұру керек екенін талқылайды. 20 ғасырдағы ең маңызды, ықпалды ғылыми жаңалықтар болсын, өнертабыстағы көптеген сонда техникалық жаңалықтар, идеологиялық жаңалықтар болсын, саны шексіз. Ал енді 20 ғасырда ислам мен христиан ашқан ең маңызды жаңалықтарды атап көрсетіңізші маған. Енді осы екі сұраққа ойланып болған соң, 21 ғасырдың ұлы өзгерістерін кім жасайды? Google ма, әлде муфти имам ба? YouTube па, әлде священник па? Оны қойыңызшы, осы уақытқа дейін Сирия, Ауғанстан, Ирак, Иран немесе араб елдері қандай ғылыми жаңалықтар, қандай өнертабыстар алып келді? Аталған ислам, христиан тағы да басқа сондай діндер, соларды қорғаушылар либерализмге балама бере алмай отыр. Себебі киелі кітаптарында гендік инженерия, жасанды интеллект туралы ештеңе жоқ. Ал священник, раввин, муфтилер биология мен информатикадан болған соңғы жаңалықтардан мүлдем ештеңе түсінбейді. Ал сіз түсінгіңіз келсе, бір ғана жолы бар. Ол үшін киелі деп санап жүрген көне кітаптарды қайта-қайта оқи бергеннен пайдасы жоқ. Уақытыңызды ғылыми мақалалар оқуға арнаңыз, зертханаларда тәжірибелер жасауға арнаңыз. Либерализм де мәңгі емес, бірақ әзірге ғана оған тең келетін, оған қарсы тұра алатын бәсекелестер жоқ. Ген инженериясы мен жасанды интеллект толық іске кіріскен кезде либерализмде, демократияда, исламда, коммунизм сияқты идеология болсын, дін болсын, барлығы қолданыстан шығып болуы мүмкін. Омар Хайямның мынадай сөзімен аяқтағым келіп тұр. Мына дүниенің басы да жоқ, соңы да жоқ. Біз мәңгілікке кетеміз. Есімдер мен белгілер де жоқ дейді. Бұл дүние біздің алдымызда да болған, бізден кейін де бола береді дейді. Қош, сау болыңыздар.